Жеңіс құтты болсын. Жеңіс құтты болсын ағайын. Осы жолға қалай келгенімізді, жаттығу қалай өтті, қараңыздар ағай, бәрін көрсетеміз. Поздравляю, Егіз. Поздравляю вас тоже. Kazakh style. One more time. Yeah. There you go. Top double. One, hit. 1, 2. There we go. Come on again. There you go. Come on again. Hit. Yeah. Hit. Beautiful. There you go. Very good. Hit now. Hit. There you go. 1, 2. Beautiful. There you go. Thank you, coach. Good work. Good work. Beş yerdeki besin kaça? 25. Bes ver bile. Besleri ver bile bak. Қарны шығып кеткендерге қандай кеңес айтасың? Қайт пресс шығарамыз. Қарны шығып кеткендерге бірінші диета отыру керек. Нанда жеу керек, майда жеу керек, тәтті жеу керек. Не жейміз сонда? Бұқтырылған күріш. Бұқтырылған күріш. Суға піскен тауық, балық. Содан кейін осы жаққа келіп үйрендік микстерді. Фасоль. Арасында видеоға түсіріп үлгереміз, арасында жаттығу жасап үлгереміз, арасында спарринг жасап үлгереміз. Осындай біздің жаттығудан қысқа нұсқа, қызықты, позитивный видеолар ұсынып жатырмыз сіздерге. Кондишнинг жаттығуымыз ертең Құдай қаласа аяқталады. 10 күн жақсылап жаттығу жасады Жәнібек. Күш қуатын арттырды, шыдамдылығын арттырды, төзімділігін арттырды. 8 раунд спаррингтен өттік. Енді Құдай қаласа жылдамдыққа жұмыс жасап, алда 10 раундтық спаррингтер бар. Айтады ғой, жаттығуда қиын болса, жекпе-жекте жеңіл болады. Сол қағидамен каждый тренировкада қиналып отырмыз. Барынша қолдан келгенше шеберлік алмасып, тәжірибе жинап, күш жинап, және күшпен бірге жігер жинап. Құлатсақ та, құлата алмасақ та осы кісіден дейсің ғой. Міне, құлатсақ та, құлата алмасақ та осы кісіден. Кінәлі осы кісі. Коуч, кінәлі сен боласың. Қарсыласты құлатса да Жәнібек, құлатпаса да кінәлі сенсің. 2-ші күндері, 5-ші күнге дейін жаттығуларын істеген кезде бірде шаршақ болатын да. Қазір мысалға 10 раунд, өзі 5-6 раунд істейтін сосын бағана жылдамдыққа істейтіндерді, күшке істейтіндерді 6 раунд істейтін. Сол кезде шаршақ қалады. Қазір 10 раунд істеп отырмыз. Ол деген уже формаға кіріп қалдық деген сөз ғой. Күш жетеді дейсің ғой. Күш жетеді. Енді осы күшті миымен жұмыс істеп, қарсыласқа сай тәсілдерді ойлап жұмсай білу керек. Бокс залына келіп, спарринг жасамасаң, бокс өнерін сезінбесең, бұл бокс негізі түсінбейді адам. Мейлі сен мықты спорт журналисті, мықты бокс маманы болуың мүмкін. Сен боксты ішінен түсінбесең, рингте кіріп бар ғой, аяқта жүре алмай бір орында тұрып қалып, қиналып, әбіржіп, сол бір ситуациядан өтпесең, негіз бокс түсінбейсің. Сен айта бересің, мынау неғып боковой ұрмай жатыр, мынау неғып жаңағы ішкі ұрмай жатыр, мынау неғып үйтіп жатыр, мынау неғып бүйтіп жатыр деп кезекленіп айтылады. Ол ұра алмай қалатын сәттер болады. Мінекей. Кете алмай қалатын сәттер болады. Мінекей кәсіпқой бокстың бір түсінген маманы өте жаңағы тереңнен түсініп, өзінің қазір күш жігерін шығарып, былай айтқанда біраз тер шығарып, тренировка істеп. Негізі тренировка істеп болдым. Мынау қарсыласын
стейк деген екен. Шақырып жатыр дейсіз ғой. Шақырып жатыр жекпе-жекке. Тіпті соншалық бинт орамай шығып кетті. Қолымда ауыр болмаса болды. Let's go, man. Come on, man. Енді Мексиканың азулы боксшысы дегенмен Алдыға жүргізе беретін. Жәнібектен үйренген бір тактикалық тәсілдерім бар, соны қолданып көремін қазір. Вот, жақсы. Әзір неше раунд? 2 раунд жасайын шығармын. 2 раунд болады. Бүгінгі осы жалпы жасап жатқан видео блогымыз осы жаттығудағы видео блог болсын, сіздерге арнап жатқан кішігірім осы позитивный өтіп жатыр. Бір жерлерді түсіре беру қызық емес. Is recording is okay? Oh, that's fine. Yeah, that's fine. Көріп кеттім, ұрды, кетіп қалдым. Күтіп отырым. Қорғанам, ұрам қарамда. Жақсы. Оң қол түспеу керек. Кетесің. Жақсы. Mayweather style. Стойкымды ауыстырдым. Бұның себебі печенге тығу. Шақырам, кет. Мінекей. Ана билатта болады ғой, мынаған салам деп ше. Айдып жүріп. Өзі бокстасып жатыр, өзі комментатор. Мінекей. О, жақсы. Прямой көріңізші, прямой. Ішке ма? Аха. Встречаға түсіп қалмайын ба? Жоқ. О. Көрсетіп қойдың ба? Көрсетіп қойыңыз. Жақсы. Бірінші раунд. О, жақсы. Головкин тәтем сияқты. Аха. Негізі айтайын деген, бұл не үшін көрсетіп жатырмыз бұны? Мысалы, бұл енді менің бір шеберлігімді көріңіздер, менің мықтылығымды көріңіздер деп спаррингті көрсетіп жатқан жоқпыз. Жалпы рингтің ішінде қарсыласты сезіну, қорғана жүріп шабуыл жасау, қатты ұру, жылдам ұру деген сияқты жақын дистанциядан, алыс дистанциядан ближний бой істеу деген оңай емес та. Оны түсінетін адам түсінеді, түсінбейтін адам мұрны қанамаған, мусорный шелектен ауыр нәрсе көтермеген дейді ғой. Сондай адамдар ол отырып алып, мына неғып қатты тұрмайды, мына неғып үйтпейді деп әңгіме айтыла береді. Ол заңдылық. Неғып айтады, бүйтіп айтпау керек қой демейміз. Ол заңдылығы сол. Бірақ оңай емес екенін түсініп барып айтса да жақсы да. Біреулер жақсы көріп сынайды, дұрыс болсын деп сынайды. Біреулер әшейін ермекке сынайды. Біреулер іш пісіп отырып сынайды. Жәнібек айтып отқан жоқ, жалпы боксшыларды айтып отыр. Бірақ рингтің ішіне кірсе, сынау түгілі, қолмен жазу түгілі бар ғой. Құдайдың берген ауасын деп спокойно жұтып, спокойно шығыруының өзі қиын болып қалады да. Соны түсінгендер түсінеді, түсінбегендер ол жалғастыра береді. Бүгінгі кішігірім спарринг аяқталды ағайын, мінекей сіздермен болған бас операторы Жәнібек, корреспондент Берік, ары қарай кеттік. Роберт Гарсияның бокс залына келдік. 1,5 сағат ұйықтап келдің ба? Тейп. Сауд Сайман құрал жабдық. Гарсияның боксшылары мына үйде жатады. Мына жағы зал. Коуч айтпақшы. Let's go review. Майки Гарсия жаттығатын залға. Жекпе-жек алдындағы қыздырыну. Алып қойған жерлерде қыздырып аласың, осылай массаж жасап. Жекпе-жекке 2 апта қалды. Осы апта спарринг, келесі апта спарринг, арғы апта
жекпе-жек Лас-Вегасқа ұшамыз құдай қаласа. 1,5 сағат трассада көлік айдап сәл өйстіп шаршаңқырап тұрмыз. Гарсияның залын толық көрсетіп қойын. Көрермендерге қызық қой. Мына жақта бір ринг. Бұл жерде енді көбісі лап ұратын ринг қой. Мына бетінде грушалар әртүрлі. Жоғар жағында өзінің балалары. Мынау негізгі ринг. Мына жақта өздері отыр. Дайындап отыр. Екінші зал, үшінші ринг. 3 ринг бар. Қолды ұрап алайық. Жақсылап праздник істеп алайық. Не қашылар сіз. 8 раунд спарринг. Таң 8-де шығып кеттік қой үйден, е? Жоқ, 8-де шығып кеттік. Коуч қазір жақсы орайтын болған, е, қолды. Бірінші кезді айтсай. Бірінші жерде. Бір ораттық та сразу қол сындырдық. Үйренді ақырында. Ешкімге орамайды, тек қана бізге орап жүрді. Жақсы үйреніп алды. Жақсы үйреніп алды. Good evening. What's up, coach? Tired. Kazakh style. Спарринг басталайын деп жатыр. Бірақ бұл жақтың заңдылығы бойынша көрсете алмаймыз. Сәттілік. Ready? Very good, talented, very good counterpuncher, and smart. Boom, just one punch at a time, very smart. Ready for a champion. Well, wait, 60 or 68? 60. Oh yeah, he'll be a world champion. 9 fights, right? Yeah. Amateur, how many? 300. Huh? 300. Yeah, 300. Yeah. Experience, smart, good shit. World champion right there. Thanks, sir. World champion. Good work, man. Yeah, beautiful. Thank you. He's a good. Perfect. Champion right there. Роберт Гарсияның залына келіп, қазақ стилін таныстырып кеттік па? Джонни бай. Бүгін жақсы спарринг болды біз үшін. Былай айтқанда формаға кетіп келе жатқанымыз байқалып отыр. Соққыларға шығып жатыр. Кондиционер соңғы күндері ғой. Жалпы жақсы келе жатырмыз. Бәрі бағында, салмақта, бәрі де орында. Бүгін Роберт Гарсияның залы бір шулап қалды. How was coach today? Very good. Тұрсаңшы, Роберин деп тұр ғой, көсет. Аяқта істеп, Істеп. жынды болып қалды ғой, е? Шашылып қалды, е? Шашылып қалды, содан шашылды. Ал бізде былай анандай, қазір мексиканский стиль үйренген ғой. Балалар тұрады, соны ұра береді. Екеуі де кетпейді, аяқта істемейді. Тұра береді, ұра береді. 6 раунд бойы бір артқа істеген жоқ байқадың ба? Сол алдыға істеп. Бірақ аяққа істеп, алдын қол екі жаққа кетіп отырғаннан шашыратты. Қолдар былай кетіп атты. Асылып та былай. Аперкоттарын жақсы, печінге жақсы. 1-2. Бір несі ертең атырау өткізсеңіз алдын қол бақа өргенде тұрып кетіп атсың дейді. Көтеріп кетіп атсың дейді. Сол разываны қалай өрдім, солай өру керексің. Сонда мына жабық бола ма? Жабық болады. Бүгін сенбі. Сенбі дегенің ет деген сөздің синоним сияқты болып кеткен бізге. Сенбі болады, ет жейміз. Спаррингтің құдай қаласа бір аптасы қалды. Кеше жұма күні 10 раунд спарринг жасадық. Әдемі, барлығы тамаша. Енді бүгін ет жеуге келдік. Жәнібек аспаздың қолынан шыққан стейкті. Еттің күшін білесіздер, қандай күш беретінін. Сол бүгін ет жеп демалып
келесі аптаның дүйсенбісіне спаррингке дайындаламыз. Әрине бұл етпен ғой, бірақ қазақтың қазысына, қазақтың картасына бұндайлар жетпейді ғой. Бұл енді жоқтан бар да, бұл шыны керек. Жоқтан бар. Күш жинау керек, әлі болу керек денеде. Сондықтан да осылай дейсің, негізі қазының былай шекарадан былай ары бері өткізбейді. Сол үшін ғой осындай жер береміз. Әйтпесе қаз болса, мына жерде тұрмас едік те өзі. Қаз болса үйде салып қоясың, етіңді боқылдатып пісіресің, кешке жейсің жақсылап тұрып. Tағы да бір бөтен залға келдік. Спарринг қарсылас іздеумен өтіп жатыр. Голливуд жақтағы жаңа залға келдік бүгін. Спаррингтің соңғы күні 10 раунд спарринг жасаймыз, Алла нәсіп етсе. Осымен бас аяғы бір 90 раунд шамамен спарринг жасадық. Осы жекпе-жекке дайындық жасау үшін 90 раунд спаррингтен өттік. Бұйыртса жекпе-жекке бір апта қалды. Қазір қолын орап жатыр. Әлі спарринг қарсыластарды көрген жоқпыз, қандай жігіттер екен, бірақ мықты төбелесетіндер деп айтты, мықтысын дайындаңдар деді. Coach, how was today's sparring? Beautiful. Train is on schedule. Сегіз раундық спарринг аяқталды. Екі боксшымен спарринг жасады. Бұл жақта да өкінішке қарай спарринг түсіруге рұқсат берген жоқ. Енді ол түсінікті. Сол енді Құдай қаласа осы апта тағы жылдамдыққа біраз жұмыс жасайды, жылдамдығын арттыруға. Келесі аптаның сәрсенбісі күні Лас-Вегасқа ұшып кетеміз. Thank you. Коуч, бір мощный бір салқын G-драйвтан шекті бір. Да. Water. Да. Витамин water. Water? Бүгін соңғы спаррингті басқа залда көрдік. Таныс емес зал, таныс емес адамдар. Жақсы, бәрі ойдағыдай, бәрі сәтті өтті. Қазір үйге барып демаламыз. Оласа енді тек қана салмақ істеу, жылдамдыққа жұмыс істеу қалды. Содан кейін Вегасқа аттанамыз. Ал ағайын, бисмилла деп Вегасқа кетіп бара жатырмыз. Көңіл-күй тамаша, дайындық өте керемет өтті. Ештеңені ұмытқан жоқпыз, барлығын чемоданға салып алдық. Құдай қаласа жарқын күндерде, жеңісті күндерде жолығайық. Лас-Вегасқа аман есен қонып алдық, чемоданды алып алдық. Көңіл-күй тамаша. Енді топ-рингтің бізді қонақ үйге апаратын көлігін табу керек.
Біздің карьерамыздағы алғашқы осылай пресс-конференция. Колмен ивентқа шығып отқанымызда былай айтқанда азулы қарсыласпен бәрі ойдағыдай өтті, бәрі жақсы. Сенбілікке 100% дайынбыз. Құдай қаласа өзіміздің қазақ стильді көрсетеміз. Бұл біздің тек қана бастамамыз деп ойлаймын. Он готов по-казахски. Настоящий Казахстан стайл. Разговаривал тут пару дней назад с тренером. Вот, говорит, что Бади Магерт очень серьезно настроен, говорит парень. Знает, что он хочет, стремится к своей цели, что нас всех как команду это очень сильно радует, что у него есть хорошая дисциплина, это тоже очень большой ключ к большой победе. Вот, и ну как вы все, наверное, знаете, кто слушает, кто понимает, что я работал с очень многими боксерами, и это редко, который встречается с таким большим настроем, с таким большим желанием. Вот. Я думаю, что восхищаюсь, очень большая звезда растет. Что я думаю, что весь Казахстан очень будет сильно гордиться Жанибеком, потому что он действительно этого стоит. Салмақ өлшеу рәсімін күтіп отырмыз. Бүкіл журналистер барлығы жиналды. Біздің команда отырған жері, коучта дайын, Жәнібекте дайын. Құдай қаласа қазір бірер минуттардан кейін салмақ өлшейміз. This is boxing, this is Top Rank. Main event, Kazakhstan, Ali Muhammedov. 159. Салмақ өлшеп болдық, бәрі сәтті өтті. Су, келесі тамақты. Ал ағайын, салмақ өлшеуден сәтті өтіп, міне Жәнібек екеуміз Лас-Вегастың көшесінде кешкі серуен жасап жүрміз. Стейк жеп алдық. Көңіл күй қалай? Көңіл күй бәрі ойдағыдай. Қызық болайын деп тұр. Мына жақта біз енді қонақ үйдеміз ғой. Біраз мамандар бар, спорт журналистері бар, спорт мамандар бар, сарапшылар бар, топ рейнгтің адамдар бар. Әрқайсысы әртүрлі пікірде. Біреулер шынымен Жәнібекті фаворит көріп, осы жекпе-жектің жеңімпаз атанады дегенге сенсе, анау кейбіреулер атын айтпай-ақ қойық. Кейбіреулер Роб Брентті мықты деп, сол мықтылардың қатарына қосып жеңіс сода болады деп жатыр. Енді түсінеміз, бұл жерде Америка, Роб Брент америкалық, одан кейін оның үстіне атағы бар, даңқы бар, әлем чемпионы болған. Бизнес тұрғысынан қараған кезде соның жеңгені кейбіреулерге өте тиімді. Ол жеңсе ары қарай керемет бойлар, үлкен бойлар ұйымдастыруға мүмкіндік бар, оның жанкүйерлері бар. Көп адамдар сенім артып жатыр, бірақ біздің ой, біздің пікір, біздің жоспар олардікімен өкінішке қарай дейміз ба, сәйкес келмейді екен, келіспейді. Біздікі келіспейді, тура келмейді. Құдай қаласа, кейбіреулердің жоспарын ертең тас талқан қыламыз. Алла нәсіп етсе, кейбіреулердің жоспарын тас талқан қылып, өзіміздің даңғыл жолды салуға кірісеміз. Сондықтан қатты ұтып жатсақ, ауыр ұтып жатсақ ренжімесіне. Біз
қазақтар bu жақта жай жүрген жоқпыз. Өзіміздің мықтылығымызды, өнерімізді көрсетуде жүрміз. Әлсіз болуға бізге жол жоқ. Аренаға келдік. Қызыл жасыл шоу басталып кетті. Қазір сағат 4:30 болды. Біз 7-лерде шығамыз. Алла қаласа. Мына жақтың барлығында үстінде журналистер орналасқан. Фотографтар өздерінің жұмысын жасап жатыр. Ақпарат жазып жатыр. Мына жақта алғашқы жекпе-жектер. Қазақтың басымды еліме едім. Let's go, Cole! Кім не десе де бүгін азаппын кетті келмеске. Кешкен азапмын байтақ жерім бар, жерде елім бар, елде ерім бар, шүкір менде бір қазақпын. Отанды сүйетін, отына күйетін, қазақтың басымды еліме едім. Өзің ойлашы, мынау ғаламда рухы болмаса, адам ба, көкте сұңқармыз, жерде тұлпармыз, елге сұлтанбыз біздер бұл бейбіт заманда. Отанды сүйетін, отына күйетін, қазақтың басымды еліме едім. Coach Kazakhstan. And WBC Continental America's middleweight champion. Ay barakallah. Hey barakallah. Maşallah. Cengiz kutlu olsun. Комиссия тексереді осылай. Ассалаумағалейкум, құрметті жанкүйерлер, ағайындар. Жеңістеріңіз құтты болсын. Міне, бүгін біз атақты Рок брендті еш мүлтіксіз қиналмай жеңдік. Бұл біздің тек қана осы жекпе-жекке дайындалғанымыз емес, біз тек қана чемпиондармен шығуға дайынбыз. Біз әрі сөйлейміз, әрі тірлік істейміз. Құдай қаласа Қазақстанын әлемде тарихта қалдырамыз. Ал құрметті жанкүйерлер, қазақ елі, Аллаға шүкір осындай бір биік белесті бағындырдық. Құдай қаласа әлем чемпионы болған қарсыластарды емес, әлем чемпиондарын ұтатын күнде сондай бір берекелі, жақсы, жеңісті күнде жолығайық. Тамашалағандарыңызға рахмет, аман жүріңіздер, сәттілік баршаңызға.